Сәлем достар, бүгін сметанник, яғни сметанный пирог жасайтын боламыз. Рецепт описаниеге жазып қойдым, ендеше бастайық. Бірінші мискеге ұнымызды салып, оған тоңазытқыштан жаңа шығарылған сармаймызды салып үгітеміз. Яғни біз крошкаға үгітуіміз қажет. Енді осы массамызға қантымызды саламыз. Бір жұмыртқаны және соданы саламыз. Енді осы массамызды илеп, қамыр шығаруымыз қажет. Бірінші бірікпей жатқандай болады, бірақ уайымдамаңыз, жақсы бірігеді. Міне осылай бірігеді, көп илеп те қажет емес. Енді осы қамырымызды формаға салып тегістейміз. Қолымызбен осылай жайып, тортиктарын жасайтын боламыз. Форманы ештеңемен жақпаймыз. Себебі қамыр өзі сармайдан тұрғандықтан ол асты жабыспайды. Енді начинкасын, яғни сметанный начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймағымызды, қантты, жұмыртқаны араластырамыз. Және де осы начинкаға ванильный сахар немесе ванилин қосуға болады. Енді осы начинкамызды манағы дайындап қойған формамызға құямыз. Енді пирогымызды қызып тұрған духовкаға 180 градусқа 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне осылай пісті. Қамыры сарғыш түске ие болған кезінде ала беріңіз. Осылай беті былқылдап тұрады, солай болуы тиіс. Мен оны одан кейін тоңазытқышқа салып қойдым. Кесілген кезінде өте нәзік, сондай жұмсақ болып кесіледі. Өте нәзік, нежный пирогымыз дайын. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Барлығы іші піседі. Ас болсын.